біреуін аласыз. 1 минут уақыт береді. Жаңғақтарыңызды жақсылап қарап алыңыздар. Өз жаңғағыңызды мұқият қарап алыңыз. Қарап алып қой. Минут кетіп жатыр. Жақсылап қарап алайық. Көріп алдыңыздар ғой. Енді қайтадан салыңыздар. Салыңыздар. Қайтадан салыңыздар. Енді араластырып тұрмын. Мұқият қарадыңыздар. Уақыт бердім. Енді осының ішінен жаңағы өзіңіздің жаңғағыңызды тауып алыңыздар. Тауып алыңыздар. Мұқият қараңыздар дедім. Қараңыздар, Айнұр апай айтады, но мен емес, ішінде біреуіміз еңліктің бойындағы қасиеті барын соған теңестірген сияқты алып қойды. Өйткені ол өзінің қысындай оны алып еді, таңдап алып қойды. Бізде де бала сондай екен. Бірінші қарағымызда мектепке келгенде топ бала ғой дейміз дағыны көңіл бөлмейсіздер. Үйде де сондай ата-ана балдармен жүр ғой дейміз. Әр баланың бойында әртүрлі қасиет бар. Жаңғақтың сызығын сияқты әр баланың бойында жеке дара қасиеті бар. Біз соны жаңада осы жерде байқағанымыздай алыңыздар деп алдарыңызға қойған кезде сәл кідіріңкіреп тұрдыңыздар. Ал бірденнен кірісіп алған ешкім болған жоқ. Бізде де бала сондай екен. Бірденнен кіріспейді, дәл өзіңіз қандай болсаңыз, балаңыз да сондай деп айтқым келеді. Сондықтан бірінші біздегі үйдегі ата-ана қандай болса, бала да дәл сондай болады дегім келеді. Сондықтан өмірде балдарыңыздың әрбір қырына, әрбір жүріс-тұрысына назар аударсақ, жаңағы жаңғақ бұның іші сырты әдемі болғанымен мүмкін іші тәтті емес шығар. Таңдап ал деген кезде бит салмағына ешкім қарамады. Бит сыртындағы сұлулығына қарадық та ала салдық. Бірақ әр нәрсенің асылы ішінде деп айтады ғой. Сондықтан біздің баламыздың бойында асыл қасиеті бар. Соны бағалап, үйде өздеріңіз анықтап, зер салып қарайтын болсақ, әр баланың бойында қасиетті байқай кетеміз. Күйбең тіршіліктің арқасында көп жағдайда баламызбен көңіл бөле бермейміз. Азанда кетеміз, кешке келеміз. Сабағын оқыдың ба, оқыдың, иә ма? Мынандай ма, бұл киімің тоқ па, қарның тоқ па, киімің бар ма? Осындай кетіп бара жатырмыз. Ал бірақ баланың ішіндегі оның неге икемі бар, қандай өнер бар ойында, қандай қасиеті бар, оған назар салып жатқан ата-ана көріп жатқан жоқпын қазірде. Мен мына баламның бойында мысалы мынандай асыл қасиеті бар деп қосымша сабаққа беріп, мынаны дамытшы деп келіп жатқан ата-ана көріп жатқан жоқпын қазірде. Көп ата-ана қоя берсін деп салып қалып кетіп жатыр. Сондықтан мен айтар едім, әр баланың бойында жаңғақтың сызығындай жеке қасиеті бар. Сол қасиетті бағалап біле білейік, тани білейік. Мынау жаңғақ сіздерге, оны енді өздеріңізге естелікке алып алсаңыздар болады. Мен бұдан айтқым келген нәрсе, бір жаңғаққа сонша көп уақыт ойланып тұрдық. Ал баламызды үйдегі 4 баламызда қанша уақыт ойланып зерттеуге қанша уақыт керек екен? Соған назар салсаңыздар дегім келеді.